Облыс әкімінің орынбасары Еркін Үйсінбаев өңірлік коммуникациялар алаңында брифинг өткізді. Басқосуда 2022 жылы облыстағы бірқатар салада атқарылған жұмыстар баяндалды. Айталық, биыл білім саласында 18 білім беру нысаны күрделі жөндеуден өтіп, ел игілігіне 10 мектеп, 3 білім ошағына қосымша ғимарат пен оқушылар сарайы пайдалануға берілді. 13 нысан құрылысы 2023 жылы аяқталу жоспарлаған. Бұл жұмыстардың нәтижесінде 3 ауысымды 2 оқушы орын тапшылығы бар, 16 тозығы жеткен мектептің мәселесі шешілді. Өңірде спортпен шұғылданатындардың саны 39,1%-ға артқан. 2022 жылы халықтың спорттық инфрақұрылыммен қамтамасыз етілу деңгейі 56,8%-ды құрапты. Ал мәдениет саласында биыл облыс көлемінде 1 халықаралық, 3 республикалық, 28 облыстық іс-шаралар ұйымдастырылған. Келер жылдан бастап облыста 13 мәдениет нысанына күрделі жөндеу жұмыстары жүргізілмек. 2023-2025 жылдар аралығында Жамбыл облысының даму жоспарына сәйкес 22 мәдениет нысандарын құрылысы жоспарлануда. 2023-2025 жылдар аралығында мәдениет нысаны ғимаратына 13 күрделі жөндеу жұмыстары жүргізу жоспарлануда. Жастар саясаты да басты назарда. Мәселен, биыл алғаш рет жүзеге асқан Әулие-Ата жастары бағдарламасы нәтижесінде 27 қатысушының өтінімі мақұлданып, 15 қатысушы бағдарлама аясында баспаналы болды. 13 қатысушыға тұрғын үй іздестірілуде. Игілікті жоба келер жылы да облыс әкімдігінің қолдауымен жүзеге асырылып, 180 жас баспанамен қамтамасыз етілмек. Келесі жылы отбасы банкпен арнайы меморандум жасалынып, облыстан бюджеттен қосымша тағы да 500 миллион қарастырылатын болса, жалпы 1 миллиард болады. Отбасы банк өз жағынан бізге 1 миллиард қосатты. Сондықтан бізге осы Әулие-Ата жастары бағдарламасы бөлінген қаржысы 4 есе өседі. Жыл басынан облыс әкімдігінің дін саласындағы жұмыстары 3 негізгі бағытта атқарылған. Нәтижесінде экстремистік көзқарасты ұстанушылардың санын азайтудың нысаналы индикаторы 65,2%-ға орындалған. Өңірде тілдік ахуалда тұрақты. Мемлекеттік тілді меңгерген тұрғындардың үлесі 85%-ды құраса, жастардың 77%-ы қазақ тілінде білім алуда. Одан бөлек тіл мәдениетін арттыру бағытында 207 іс-шара ұйымдастырылып, Тараз қаласындағы 114 көшеге жаңадан атау берілген.